Бабаларымыздың жерін жаудан, елін даудан қорғағандарын біз ешқашан ұмытпаймыз. Асандар көтерілісін ұйымдастырып, азаттық үшін күрескендер ордасы болған Бекарыстан Биаулы. Бұл адамның ауылымыздағы мектебімізде музейі ашылған. Бұл музейдің ішінде Бекарыстан Би атамыздың шөбересі болатын. Яғни бұл да менің әкемнің әкесі Мақсұт атамның Бекарыстан Би атамызды салған суреттері бар. Менің Мақсұт атам сізді шәкірт ретінде мақтанатын, ал қазіргі уақытта сізді ел мақтайтын шеберханаңыз бар. Ал сіз Мақсұт атадан не үйрендіңіз? Үкіметтің кезінде, совет үкіметінің кезінде қазіргідей компьютер заман емес. Барлық осы ауылдың тіршілігінің барлығы да қолдың жұмыстарын атқарылатын еді. Тіпті контордағы жұмыста, көшедегі апармен дейді, соның барлығы қызыл керуен болды. Біз енді художник дейді, біздер художник апарменті бөлме жұмыстар болды. Жазу ештеңе істеп жүрмеген адамбыз. Сосын енді ағаларымыздан сен атаңнан барып сұраймыз. Ол кісілердің енді жазулары керемет. Жазғанда жазуды ешқандай сызып, астында ешқандай жасамайды. Жаңағы сызып, шекті жұтап, сөйтіп барып жазатынбыз. Ол кісілердікі біраз үлкен болады, біраз кішкентай болады. Жазып салған кезде бір сурет сияқты болып шығады. Жазуды сары краскамен жазамыз, біз былғанып қалады. Трафиктің басып, ананы алып келеді де құпиясын айта бермейді. Маған ғана айтатын да, үстіне сеу жүрсін бір даңғырлап, соның бәрін үйреткен. Әкем Рақыш, мектепте мұғалім, ағам Рахымжан, сурет өнерінің майталманы, республикалық халықаралық байқаулардың жеңімпазы, әдістемелік кітаптардың авторы, магистр, аудандық мектепте мұғалім, аудандық дизайнерлік көркемдеушілер жетекшісі, көптеген жобалар авторы. Менің атам салауатты өмір салтын сақтауда балаларына күн режимін жасап беріп кеткен. Сол күн режимінде біз күнделікті пайдаланып, үнемі жаттығу жасаймыз. Атамның бізге жасап беріп кеткен ребустар жинағы бар. Оның ішіндегі ребустарды біз шешіп отырамыз. Мысалы, өз елің, алтын бесігің, міне тағы да әртүрлі шешуге дайын ребустар бар. Біз де отбасымызбен сурет салуды ұнатамыз. Суретшінің қолы қиялы, жүрегі бірге жұмыс жасаса, тамаша сурет шығады. Саусақ ұшымен тараған нәзік бастаулар шығады. Біз үлгі тұтарлық отбасымыз. Мен өзім республикада кибербуллинг тақырыбында жоба қорғап шықтым, және де грамот марапатталдым. Сол жобада мектепте өз суретім мен көрмемнің бұрышын жасадым, және аудандық семинарда тас дәуірінің бейнесін жасап көрсеттім. Суретші фильмі өнердің адам өміріндегі маңызын, шығармашылықтың тек сыртқы дүниені ғана емес, ішкі әлемді де бейнелейтін күшін көрсетеді. Суретшінің өмірі, шығармашылық жолы мен дағдарыстары арқылы өнердің тереңдігін түсінуге көмектеседі.